Талап Таймасұлы, 9 аудио кітабы, буктизер. Бірінші бөлім. Жан дүние өлшемі. Жолаушы. Ала кеуім жолаушының жолбасы, сапарының тәңір болған жолдасы, ала көбе бұйырмыстың тазасы, тәңір берген ырыздықтың олжасы. Ақшам ымырт, дамылдайтын шақ басқа, күн шапағын тілейтін кез батпасқа, ұл қызының қызығы деп жиылған, жүктің теңін ысырапсыз шашпасқа. Көзгі этюд немесе ағын ғұмыр. Көк шалғын көктемнен жаздан да түс кетті, сырғыған бұл өмір секілді құс үлекті. Сары күз, қоңыр күз, қара күз қас қағым, адамның боялған ғұмыры іспетті. Қайта соққан жыр жүрек. Дәрігер ай, неткенің, көкіректі сөгіп қайта көктедің. Жыр жүрегім ел мұңының сандығы, қақырамай тұрсын сандық деп бедің. Жүрегіме тиді пышақ бармағың, сезіндің бе жыр жүректің салмағын. Алғысым мол қайта тулап қанақты, жырым менен емде балам қалғанын. Сен аман бол, ақ халатты ардағым. Екінші бөлім. Түйсік аксиомасы. 5 төмпешік. Астаналық құрбан болған 5 сәби рухына. 5 төмпешік мол емес жоқшылығың, жел сөздерге тойдырған тоқшылығың. 5 төмпешік биліктің 5 мүсіні, қу құлқынға жұтқызған жоқшы мұңын. Абыз иммунитет. Әбіш рухына сыр. Аға қайдан келем, қайдамын, қайда барам. Керуен қайда, бұлт жұтқан айда қараң. Тынысыңды жұтуға анталайды, түнек ойлы түлендер айналадан. Босамай тұр бақастан майдан алаң. Көнер төзер болған соң жаны баста, ұлт жүректі тектінің қаны басқа. Қара сөздің қадірін байрақ етіп, арға туды тіктіңіз армасқа. Тек арлының дегенсіз бағы баста. Үшінші бөлім. Сезім нотасы. Жаңбыр. Құрсақтан еніп өнеміз тән құрай белде. Жалғанның жолын кешеміз жан шыдай кемге. Өткенде ғұмыр өшеміз топырақ жұтып, жаңбырдан тамған тамшыдай жерге. Кешір Аллам, кешкейсің пендеңді бұл. Ебедейсіз күйде бұл сенген құлың. Жайнамазға тимепті маңдайым бір, күндігіне көне алмай көнгенді құл. Желтоқсан ұлттың байрағы. Желтоқсан ұлы бұрыммен өрген байрақты, құрбандық етіп құрсағын. Желтоқсан ұлы ұлыңмен келген айбатты, құрбандық еткен бір шағын. Төртінші бөлім. Махаббат гармониясы. Қылықты қыз. Абайлаңыз ай пері қылықты қыз. Өтті бастан көктемде қылықты көз. Келтірмегін назданып қытығымды, қырғи көзді қағатын құрықтымыз. Бесінші бөлім. Күре тамыр. Жетім қыз монологы. Түске енді елес бейне анашым. Жебегендей жадау көңіл баласын. Ақ жамылғы аппақ жүзі ақ елес. Ақ сағымдай алыстап тек барасың. Құрметті оқырмандар, ақын Талап Таймасұлының адамның пендешілік бейнесі, өмірге, адамға, сезімге деген көзқарасынан туындаған, түйсік пен түсінік тоғысқан жүрек жарды сыршыл туындылары топтастырылған 9 аудио кітабын оқуға шақырамыз.